Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, жаратқан Алла Таалаға жаққан жана сүйкімді нәрселердің бири бұл эки тамчы жана эки белги дейт. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген екен: "Лайса шай'ун ахаббу илаллах мин қатратайн ва асарайн. Қатрату мин думу'ин мин хашиятилlah ва қатратун дамун тухрaqu фи сабилилlah." Алла Таалаға жаққан амалдардың бири, іштердің бири бұл эки тамчы. Эки тамчы дегені бири бұл Алладан қорқып, Алланың жалалынан, азаматынан, Алланың қарынан, азабынан қорқып, көзден бір жаш тамчы шықса, ушул Алла Таалаға ең сүйкімді нәрсе екен. Екіншісі Алланың жолындағы бір тамчы қан. Bir риваятта келет, Алла Тааладан қорқып көзден жаш шыққан, башқа нәрселерден емес, Алланың улуулугунан қорқып көзден жаш шыққан, қанша сооп жазайлы деп периште айтса, жаратқан Алла Таала эми жазыш керек да, жаратқан Алла Таала жооп берет экен. Bunun soğuğun men özüm berem, gözünün жаш çıktı de öyle жазып koygula. Antkeni Allah'dan korkup gözden bir жаш çıksa, oşol bir tamçı жаш dozoktan otun öçürgөнгө жетиштүү дейт. Көрбөйсүзбү? Bu dünödөгү, tigi dünödө gözden жаш эмес kan çıksa da paydası жок. Bu dünödө Allah'ın ululuğundan, Allah'ın azamatынан, Allah'ın azabından korkup ыйлаган бул өтө улуу соогу экен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytқан, 7 türlü адамга Алла Таала эртеге кыямат күнү өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн жай берет. Ошо 7-өнүн бирөөсү ушундай bir киши болот экен. Rajulun dakarallahu khaliyan ve fadat aynahu. Өзү жалгыз, жеке отурганда, башка кишилер дагы жок. Алладан коркуп көзүнөн жаш чыккан кишиге дагы Алла Таала аршынын көлөкөсүнөн жай берет экен туугандар. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah'dan korkup iylagan göz yaşka dozoktan otu aram bolot degen da. Aynahu la tamassuhuma an-nar. Aynun bakat min khashiyatillah ve aynun batat tahrusu fi sabilillah. İkincisi Allah'ın yolunda uhtavay, Allah'ın yolunda uhtavay sakçılık kılgan gözgö Allah dozoktan otun aram ola degen. Birincisi Allah'dan korkup iylagan göz yaşkadağı Allah Taala dozoktan otun aram kılat eken. İkincisi mınal özgöçö çegaradağı korup turgan bizdegi askerdegi kızmat ötөp atkan mınaki uul jigitleribizge ötө çoğ bir fazilettүү amal eken tugandar. Эгерде ниет ошо Алла Тааланын ыраазычылыгы боло турган болсо, ошолорго да улуу сооп, ал көзгө уктабайт. Таң ат жакты карап турат бизде. Эмне үчүн? Кыргызстанда жашап аткан адамдар тынч уктасын деп, тынч ибадат кылсын деп, тынч жашасын деп, аны чегара чоң нерсе. Ошондуктан кээ бир алымдарыбыз айтат, ошо кайсы жерде коруп аткан болсо, ошол жерде канча жакшы иштер болсо, ошонун баардык соопторго чегарачылар шерик болот дейт. Анткени ушуга мүмкүнчүлүк берип алар тосуп атканын себебинен да. Аятта Алла субханаху ва таала мактаган, Алланын аяттарын угуп, ыйлап саждага жыгылган адамдарды Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде бул адамдарды мактаган экен. Мына. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "La yalijun nar rajul baka min khashiyatillah hatta ya'ud al-laban fi dara." Mınaki. Dozokko hiç kaçan girбейт дейт, Allah'dan korkup iylagan kişiçi. Kanday enenin emçeginden süt çıkıp gayra kaytıp barbaganday, kaytıp hiç kaçan süt çıkkandan keyin gayra emçekке кайтып барбайт экен. Кудум ошондой эле Алладан хашият, Алладан коркуп ыйлаган киши дагы дозокко кирбейт, кайра барбайт деген сөз экен да. Мына. Экинчиси Алланын жолундагы тамчы кайсы? Алла Тааланын жолундагы тамчы Алланын жолундагы согушта. Ошондой эле өзүнүн жанын сакташ үчүн, абирин сакташ үчүн, мал мүлкүн сакташ үчүн, эгерде бул өлө турган болсо же жаракат тарта турган болсо, ошонун ар бир тамчысы дагы Аллага эң сүйкүмдүү экен.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, кимде ким өз мал мүлкін сақтайым деп өле тұрған болса, ал шейіт болды деген. Демек, өзінің мал мүлкін сақташ үшін егерде бір өле тұрған болып қалса, өлтірілсе, ал шейіттің даражасы болады екен туғандар. Еми, екі атар фи сабилилля, атар деп мынандай белгі деп айтсақ болады, тақ болып қалады. Бұл Алланың жолындағы адал емгек менен ким мейнет қыла тұрған болса, қолында мазол болып кетеді. Ушулдағы мынаки Алла Таалаға ең сүйкімді амал екен. Кейбір адамдар сажда қылғанда, кейбір адамдар ысық жерде жүргенде күйіп қалады бұты қолы же болса, кейбір адамдар білесіздер, тізелері дайыма рүкуға саждаға бара беріп, тізелеріне мазол болып кетеді. Кейбірлерінде мындай аяқтарында, пұттарында болып қалады. Ушулар белги. Жол болса, Алланың жолына шығып баратқанда, же ошо бір жақсы іштерді қылып атқанда, егерде бір жарақат алып, ошодан иіз қала тұрған болса, ошодан бір тақ қала тұрған болса, ушулдағы урматтуу туғандар, Алла Таалаға ең сүйкімді амалдардан болып есептелінеді екен. Ва аммал атаран фа атарун фи сабилилля ва атарун фи фаридатын мин фараидилля. Алла Тааланың фарыздарын бүрөсін атқарып атып, қандайдыр бір тақ болып қалса, же болса қандай бір белгі, қандайдыр бір мазол болып қалса, ушулдағы Алла субханаху ва таалаға ең жаққан амалдардан болады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте айтқан: "Ман игбаррат қадамаху фи сабилилля харрамаху Аллаху алан нар." Кимдин екі қадамы Алланың жолында чаңдап қала тұрған болса, Алла Таала дозоқтың отына арам қылады деп айтқан. Бұл деген маны не? Кейде жұмаға, кейде ажылықта, адам баласы ұзақ сапарларда барғанда қиналып қалады, жүдеп қалады, чаңдап қалады. Ушуға дағы соғыптар бар екен. Алланың жолындағы чаңдың қадыры бар екен. Салмағы аз болса дағы ертеге қиямат күні таразада өте оор соғып алып бере тұрған екен. Мынау хадис Абая бин Руфаа деп айтқан екен. Абу Аббас ошол мени мындай жолуктук дейт. Мен жумага бараттым эле. Ал айтты, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан уккамын, кимдин эки кадамы Алланын жолунда чаңдай турган болсо, Алла Таала дозоктун отуна арам кылат деген экен. Демек көрбөйсүздөрбү, бу дүйнөдө сооп таба турган, даража таба турган, күнөөлөрдү кечиримине себеп боло турган көптөгөн жакшы амалдар бар экен. Ушуларды көп кыла турган болсок, жараткан Алланын сүйкүмдүү бенделеринин катарына кошулабыз. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.